16 жасымнан бастап күніне 1000 теңгеден жинаймын және ақша жинай алмаймын дегендерге мына нәрселерді ұсынар едім. Жалпы ақша жинау үшін ең бірінші саған миллион ақша тауып, өте көп жұмыс жасап немесе кәсіпкер болудың қажеті жоқ. Мен 16 жасымда ақша жинауды қолға алдым және өзіме сол кезде тек 1000 теңгеден жинайсың деп сөз бердім. Сол әдетім әлі бойымда әдет болып қалыптасып кеткен. 1000 теңге салмасам тұра алмаймын. Ақша жинау кішкентай тиыннан құралады демекші, мен сол тиыннан тиын құрап жинап өзіме үй алдым, жер алдым. Және ақша жинай алмай жүргендерге айтарым, үлкен бір чудо болып кететін нәрселерді күтпеңіз. Әлі есімде, 15 жасымда колледжге оқуға түскен кезде оқуым 90 000 теңге болды. Әкем мені оқуға әкеліп тұрып 45 000 теңге кредит алып, оқуымның жарты ақшасын төлеп кетті. Оны көрген мен, папа каждый раз оқуымды төлейтін, кредит ала берсе, қалған артымнан ерген бауырларыма жеткізу оңай болмайды ғой деген шешім қабылдап, алғашқы жұмысыма шықтым. Ойлап көрсем, ең алғашқы жұмысым бірінші курс оқып жүрген кезде ең простой кафеде официант болудан бастаған екен. Таңғы 8:30-нан түскі 1-ге дейін сабақ, кешкі 4-тен түнгі 2-ге дейін кафеде жұмыс жасап, үйге талып келіп ұйықтайтынмын. Жұмыстан күніне 2000 теңге ақша береді. Клиенттерден түскен чаевые бар, соның 1000 теңгесін жинап, оқуымның ақшасын төледім. Және де бұл 45 000 теңге менің алғашқы жетістігім екенін түсініп, солай ақша жинауды өміріме толықтай енгізіп бастадым. Осы әдетім әлі күнге дейін қалмады. Тұрақты түрде күн сайын депозитті толтырып отыру әдетімді әлі тастамадым. Қазір күн сайын депозитімді толтыратын сумманың мөлшері де үлкейді. Сол үшін де күн сайын қалай декретте үйде отырып табыс тапсам болады деп өз қабілеттерімді ашумен жұмыс жасаймын. Кез келген адамның бойында тұрақтылық болса, жетістікке жету оңай деп ойлаймын. Және сол жолда 403 күн бойы тұрақты түрде тұлғалық дамуды тоқтатпадым. Егер де сен де әдеттеріңді өзгертіп, табыс тауып, тұрақтылықты қалыптастырғың келсе, менің әдетпен үйлескен ғажайып атты тегін эфиріме тіркелуді ұмытпа. Эфирге қосылу үшін эфир сөзін комментарийге қалдыр.